Кез келген авторитар билік үшін сайлау кезеңі бұл қауіпті кезең. Сыртқы қауіппен неге үрейлендіре береді? Тәуелсіз пікір айтатын адамдардың да саны өте аз. Қоғамның күткені президенттің билігінің күшеюі емес. Конституциялық реформа қазір тым жедел жүріп жатқан жоқ па? Халық бағаны қандай заң қабылдады деп емес, қай жағынан өзгерді деген сұраққа жауап беру арқылы ол кісіге баға беретін болады. Тіл мәселесі бүгін кеше ғана туындаған жоқ. Тағы бір парадоксалды нәрсе, ол президенттің билігі көпте, жауапкершілігі өте аз. Тіл деп жүргенде жанымыздан піл өтіп бара жатқан жоқ па? Қазіргі президент халықтың мүддесіне қарсы әрекетке бармайтын шығар, бірақ келесі президенттің қандай болатынын кім біледі. Бұл 100 медианың ақ студиясы. Бүгінгі біздің спикеріміз әлеуметтанушы Paperlab зерттеу орталығының жетекшісі Серік Бейсенбаев. Студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұхбатымыз қазіргі мына елде болып жатқан соңғы өзгерістер туралы болмақ. Парламенттік реформа туралы бастама неге тұтастай жаңа конституция жазуға ұласып кетті? Бұл жерде менің ойымша саяси мақсатты қарастыру керек. Бұның артында не тұр деген сұраққа жауап іздеу керек. Өйткені мынау үлкен риториканың ішінен жаңағы оның шынайы бір себебін қазіргі күні сарапшы ретінде барынша жаңағы анықтауға тырысып жатырмыз. Қоғам болып, азаматтық қоғам болып. Менің жеке ұстанымым бұл мынау біздегі авторитар биліктің мейлінше алдағы уақытта болатын өзгерістерге өзін дайындау. 2 жылдан кейін барып президенттің өкілеттігі бітеді, парламенттік сайлау болу керек. Осындай бір кез келген авторитар билік үшін сайлау кезеңі бұл қауіпті кезең. Өйткені биліктен айырылып қалу қаупі туындайды. Сәйкесінше менің ойымша қазіргі режим барынша осы кезеңде осы уақытта бір өзіне бір гарантия, кепілдікті қамтамасыз еткісі келеді. Және оған бір заңнамалық негіз керек. Яғни конституцияға өзгерістер енгізу арқылы бұл билік өзінің келесі кезеңде билігін сақтап қалуға және де қазіргі билік басындағы адамдардың жауапкершілігін мейлінше жауапкершілікті алып, олардың келесі кезеңде мейлінше қауіпсіз өмір сүру жалғастыру мақсаты тұрған сияқты. Яғни бұл классикалық авторитарлық тәсіл, себебі авторитарлық билік әрқашанда мынау сырттан күшті көрінгенменен ішінен тұрақсыз болады. Сондықтан менің ойымша бұл дәл осы классикалық тәсіл. Бұндай нәрсе посткеңестік елдерде жиі қайталанады. Яғни ертең президенттің өкілеттігі тоқтағаннан кейін ол кісі вице-президент болуы мүмкін ба сонда? Бір альтернатива ретінде иә. Ол меніңше әлі оның анық шешімі жоқ. Ол билікті ұзартады ма, жоқ әлде жаңағы Біріккен ұлттар ұйымына не болып кетеді ма деп, өкіл болып кетеді ма деген да сыбыс шығып жатыр. Сондықтан менің ойымша бұл әлі де жаңағы сол кезде жағдайға қаратай шешімді сол кезде қабылдайды. Менің ойымша ал қазіргі мақсат ол әртүрлі альтернативті нұсқалар дайындап қою. Ол бірінші нұсқа вице-президент болуы мүмкін. Екінші нұсқа жаңағы халық кеңесін құрып жатыр ғой. Соған төраға болып кетеді дегенде бір версия бар. Одан бөлек өкілеттілігін қайтадан обновление жасап, келесі сұраққа жаңа конституциядан бар президенттік өкілеттілігі қайтадан жалғасады деген бір нұсқа бар. Сондықтан да сол әртүрлі варианттарды қолында бірнеше картаны ұстау ғой мақсат. Сіз жақында Facebook парақшаңызда Конституция 1984% деген жазба қалдырдыңыз. Нені меңзедіңіз? Жалпы бізді осы сыртқы қауіппен неге үрейлендіре береді? Енді Джордж Оруэллдың 1984 деген атақты романы бар ғой. Бұл романда мынау тоталитарлық жүйенің қалай жұмыс істейтіндігін сипаттайды. Конституция 84%-ға өзгерді деп хабарлама шыққан кезде менде жаңағы бір символикалық бір байланысты көрдім да, 1984% деп. Сөйтіп осылай деп жазған болатынмын. Бірақ мәселе байланыс тек қана символикалық емес сияқты. Өйткені бұл романда жаңағы диктатураның қалайша өтірікті шындық қылып жазатыны, одан кейін тарихты қайта жазып, одан кейін жаңағы сыртқы жауды ішкі билікті күшейтуге пайдаланатындығын өте жақсы сипаттаған. Қазақстанда да ол тұрғыдан параллель көп сияқты.
мысалы үшін жаңағы еркіндіктің шектелуі, одан кейін альтернативті ойлауға тіпті сөз бостандығы емес, тіпті альтернативті ойлаудың өзіне бір шектеу қойып жатқандығын біз көре аламыз. Сондықтан бір метафора ретінде өте сәтті шыққан сияқты. Қалай ойлайсыз, біздегі конституциялық реформа қазір тым жедел жүріп жатқан жоқ па? Себебі 2022 жыл ғана жаңартқан едік қой. Өте жедел, тіпті асығыс жүріп жатыр десе болады. 6 айдың ішінде енді уақыт жұмыс жүрді деп айтады. Бірақ конституцияға өзгеріс енгізу ол 6 ай емес, мәселе уақыт емес, ол процесс дейді. Яғни ол жаңа өзгерістер қаншалықты күн тәртібінен, қоғамның талабынан кейін туындайды. Меніңше қоғамның сұранысы менен конституциядағы өзгерістердің арасында бір үлкен бір алшақтық бар. Өйткені қоғамның күткені ол жаңағы президенттің билігінің күшеюі емес, шын мәнісінде де бізде тәуелсіз соттың пайда болуы, парламентке баратын депутаттардың халық алдында есепті болуы және халықтың өкілеттілігін қамтамасыз ету болатын. Бірақ өкінішке қарай бұл өзгерістерде көрініс таппаған және жаңа конституцияның жаңа нұсқасы ол біздегі бар авторитар жүйені одан бетер жаңа авторитарлық сүрлеуге одан бетер салып беретін сипатта. Және асығыстықтың себебі енді бір жағынан экономикалық фактормен байланысты сияқты, өйткені мынау елдегі бағаның шарықтауына байланысты күннен күнге халықтың әл-ауқаты төмендеп жатыр. Енді бұл тікелей саяси тұрақтылыққа әсер етеді. Алдағы уақытта жаңа парламенттік сайлау болатын болса, оны билік мейлінше ерте өткізіп алғандығын көздейді, соған мүдделі. Өйткені жағдай нашарлаған сайын жаңа президенттің биліктің партиясына дауыс беруге жаңағы дауыс беру төмендейді, жалпы халықтың наразылығы артады деген секілді. Сол бірінші фактор сол сияқты. Екіншіден, мынау қаңтардан кейін бізде өзгерістерге деген өте үлкен сұраныс болды қоғамда. Және сол сұранысты пайдаланып, Тоқаев осы уақытқа шейін енді міне біз жаңа Қазақстан құрамыз, міне реформаларды бастадық деп уәде беріп келді. Және осы уәденің енді уақыты аяқталды. 3 жыл өтті, халық өзгеріс көрген жоқ. Және де қандай өзгерістерді қазіргі күні билік жоспарлап жатыр деген сұрақ тұр. Бұл сұраққа жауап ретінде менің ойымша осы жаңа конституциялық реформа соған бір жауап секілді. Тағы да 2 жыл күте тұрыңыз деп бір уәде беру секілді. Расымен де қарап отырсақ, Қазақстан парламентіне биыл 30 жыл толады. Осы уақыт ішінде 8 рет сайланған қазақ парламенті, соның ішінде біреу ғана өзінің толық мерзімін жұмыс істеген. Біздегі осы барлық сайлау науқандары дерлік асығыс, мерзімнен бұрын, ерте болады. Неге? Ол енді саяси технология. Бұл әбден жаңағы өзін өзі ақтаған, енді тырнақша ішінде ақтаған тактика. Мерзімнен бұрын таратып жіберу арқылы басқа саяси күштердің дайындығына мұрша бермеу. Бірақ бұл жерде елде бірде-бір оппозициялық саяси партия жоқ, оппозициялық лидерлердің барлығы шетелде жүр, болмаса жаңа түрмеде отыр деген сияқты. Сондықтан да бір өздеріне бір қоршақ жау жасап алатын сияқты біздің билік сөйтіп бір қолдан жасалынған әлемнің ішінде жүрді. Бұлар әйтеуір бір оппозиция бар, әйтеуір бір сыртқы жау бар, ішкі жау бар. Олардың бәрінен қорғану керек, бәрін басып озу керек деп осылайша бір иллюзияның ішінде өмір сүреді. Сөйтіп жаңа саяси науқан кезінде бір мобилизациялап, оған қаржы бөліп, міне енді қазір ертерек өткізбесек, ертеңгі күні оппозиция күш жинап кетеді деп мүмкін жоғары жақта қорқытатын болар. Сондықтан да бір қайталана беретін цикл ғой. Мүмкін бұл Тоқаевтың енді жаңа Қазақстан, жаңа конституция деген сияқты өзінің бір жаңа конституция жазып кеткен президент ретінде қалайын деген бір амбициясы болуы мүмкін емес пе? Енді ол да бар шығар, яғни саясатта енді жеке факторды да ескеру керек. Ол тарихта қандай атпен қаламын, мынау өзімнің президенттігімнен кейін барып менің қосқан үлесім қандай болады деп өзіне сұрақ қоятын шығар бұл адам. Бірақ жаңа конституция арқылы шынымен де бір мұрагерлік қалдырып кетемін деп ойласа, ол өте қатты қателеседі. Өйткені халық бағаны
қандай заң қабылдады деп емес, ел қай жағынан өзгерді деген сұраққа жауап беру арқылы ол кісіге баға беретін болады. Әлеуметтік желілерде осы 1995 жылы қабылданған конституция авторларының бірі Майдан Сүлейменовтің пікірі тарады. Ол кісі жалпы елдің басты құжаты шағын ғана құраммен, сарапшылармен жазылуы тиіс деген пікір айтты. Енді қазіргі конституциялық комиссия құрамында 120-дан астам адам бар екен. Көп емес пе? Мәселе тағы да бұл адамдардың санында емес, менің ойымша. Сапасында. Бұл жалпы процестің қалай жүріп жатқандығында. Яғни ол конституцияға өзгеріс енгізбес бұрын бір қоғамда оған сәйкес бір сұраныс туындау керек еді. Ол әдетте бұндай үлкен өзгеріс бір кризис жағдайында орын алады, болмаса билік ауысқан кезде орын алады. Қазақстанда оның ешқайсысы да жоқ. Мысалы үшін Тоқаевқа егер өзгеріс жасаймын десе, 22-ші жылы өзгерген конституция барлық мүмкіндік беріп тұрған еді. Қазір жаңа нұсқадан бір айтарлықтай оның жұмысына бір алып кетер бір өзгеріс жоқ. Және мынау Сүлейменов ақсақалдың бұл эксперттің айтқанын 100% келісем. Шын мәнісінде бұл спектакль ретінде жүрген процесс болды менің ойымша. Және бұл жаңағы атақты белгілі заңгер ретінде де бұл нәрсені ашық айтқанын мен өзім қатты қуанып отырмын. Өйткені қазір жағдайда тәуелсіз пікір айтатын адамдардың да саны өте аз. Әсіресе бұндай беделді адамдардың өзінің ойын үнін қосқаны өте қуантарлық жағдай. Және бұл кісінің пікіріне сүйеніп, қаншама адам шынымен де бұл өзгерістің артында не жатқандығын түсініп жатыр. Енді ең көп талқыға түскен тіл туралы тармаққа ойыссақ, билік бұл елдің қауіпсіздігі үшін қажет деп жатыр. Шынымен солай ма? Жалпы Ресей үшін Қазақстан конституциясындағы орыс тілінің мәртебесі аса маңызды ма? Тілге байланысты бапты қалдыру және соны Ресейменен байланыстыру мүлдем менің ойымша ойға сыймайтын нәрсе. Өйткені егерде бізге Ресей шынымен де бір агрессиялық мақсаты ойы болатын болса, онда ол біздің бапқа қарамайды, ол бір ілік табады. Егерде шынымен де Қазақстанның қауіпсіздігіне бір қауіп төндіріп тұрған мемлекет болатын болса, ол үшін провокация жасап оған мысалы үшін Украинаның мысалы дәлел болады. Қазақстан жағдайында тіл мәселесі ол бүгін кеше ғана туындаған жоқ. Соңғы 15 жылдың ішінде тұрақты түрде көтеріліп жүрген мәселе, күн тәртібінде тұрған мәселе. Бірақ та билік тарапынан осы уақытқа шейін қандай да бір жауап болған жоқ. Оған конституцияға өзгеріс енгізген кезде, енді басым көпшілік ауысып жатқан кезде, неліктен тілге қатысты бапты біз қайта қарамаймыз деп мәселені көтеру өте заңды және орынды. Сәйкесінше бұны өзгертпеуге деген ниетін жаңағы сыртқы жауменен түсіндіру, бұл менің ойымша манипуляция. Өйткені оны мүлден алып таста деп жатқан жоқ. Қаншама адам сол бапқа өзгеріс енгізу арқылы мынау елде қазақ тілінің әсіресе мынау ресми органдарда қазақ тілінің пайдалануына, кеңінен дамуына бір мүмкіндік ашса деген бір ниет жатыр. Және осы арада билік белгілі бір жаңағындай түсіністік танытып, бір ортақ бір келісімге келуге болатын еді. Яғни жоқ, біз бұны мүлдем қазіргі негізгі позиция билік тарапынан жоқ, біз бұл бапты мүлдем қайта қарай алмаймыз, өйткені ертеңгі күні бізге сырттан қарап тұрған жау бар, еліміз жаңағы құлдарып кетеді, тұрақсыздық пайда болады деп. Бұл да біздің билік өте жиі пайдаланатын риторика. Сепаратизм деген сияқты мәселе, одан кейін жаңағы ішкі ұлтшылдық деген бір қолдан жасалынған бір не бар, жау бар. Сәйкесінше, бірақ осы уақытқа шейін қарап отырсаңыз, елдегі тіл мәселесі қанша адам көтеріп жүр, бірақ басым көпшілігінің әрекеті ол өте конструктивті. Сол үшін жаңа тіл белсенділерін алатын болсақ, олардың басым көпшілігі заң аясында барып жаңа талабын қояды. Заң аясында барып жаңағы көпшілік пен аудиторияға өзінің позициясын түсіндіреді. Сәйкесінше қазіргі уақытта егер бұл бапты өзгертетін болса, бір жағдай ушығып кетеді дейтін оған бір негіз көріп тұрған жоқпын. Өйткені Қазақстанның тіл мәселесі ол тек қана мынау
күнделікті пайдаланудан бөлек өте символикалық маңызы бар мәселе. Ол әсіресе Украинадағы соғыстан кейін барып Қазақстандағы қазақ тілінің мәртебесін көтеру, оған билік тарапынан бір айқын позицияның болуы, ол мынау адамдар үшін тікелей мынау мемлекеттіліктің дамуымен байланыстырылатын нәрсе. Өйткені бұл мемлекеттің жаңағы құрылтайшысы кім? Олар қазақтың азаматтары, олардың басым көпшілік қазақтар, басым көпшілік қазақ тілінде сөйлейді, және де конституцияны ол 1 жылға немесе 5 жылға жазылған заң емес, бір 30 жылға жазылған заң деп қарайтын болсақ, осы перспективадан бұл бапқа қайта қарау және де халықпен келісе санаса отырып өзгеріс енгізу менің ойымша керек. Осы орыс тілінің мәртебесін көтеру кімге керек осы? Бұл саяси элитаға керек деп ойлаймын. Өйткені олардың өзара негізі ойлайтын тілі орыс тілі, саяси элитаның басым көпшілігі қазақ болғанменен де күнделікті қарым-қатынас, сараптама әлі де орыс тілінде жүреді. Мысалы үшін осы уақытқа дейін жазылған заңдардың 90-95% орыс тілінде жазылып келді. Бұл бір өте комфортный зона олар үшін, одан бас тартқылар келмейді бір жағынан. Екінші жағынан, шынымен де бұлардың ішінде қазақ ұлтшылдығынан бір өте үлкен бір үрей бар. Оны мен енді сарапшы ретінде эксперттік әртүрлі талқыларда жиі байқап қалам. Әсіресе мынау қоғамды үнемі зерттеуменен және қоғамда жақсы танымайтын адамдар осы үрейді бір пайдаланады да жоғарғы билікті торговля страхами деген түсінік бар. Яғни бір нәрсемен қорқыту арқылы сіз өзіңіздің позицияңызды жеткізесіз, болмаса өзіңізге бір привилегия аласыз. Сол нәрсені мен өте жиі байқаймын. Яғни эксперттердің ішінде осы тіл мәселесін, ұлт мәселесін бір өзіне эксплуатация жасап, пайдаланып, өзіне тиімді бағытта. Осылайша осы дискурсты арнайы тарататын эксперттердің тобы бар. Олармен мен былай тікелей болмаса сырттай үнемі дискуссияда боламын. Өйткені қазақ қоғамы шынымен өзгерген. Тіл мәселе бізде жаңағы радикалды топтар болмаса бір ұлтшыл радикалды топтар дейтін ондайлар жоқ. Ол тағы да әсіресе Ресейдің пропагандасына, Ресейдің тарататын нарративде осы тек қана Қазақстандағы емес, орталық Азияда мынау бір ұлтшылдық дерті бар, оларды біз жаңағы басуымыз керек. Оған жол бермеуіміз керек деген нәрсені өте жиі пайдаланады. Яғни бізде егер тіл мәселесінен қорқатын болатын болса, осы Ресейдің нарративін қолдап отырғанымен тең менің ойымша. Біз енді тіл деп жүргенде жанымыздан піл өтіп бара жатқан жоқ па? Мәселен, президент құзыры, болашақ құрылтайдың құқығы дегендей. Расында да, менің негізгі қауіпім бұл конституцияға байланысты. Ол осы президенттің құзыреттігін одан артумен байланысты. Өйткені Қазақстан осы уақытқа шейін суперпрезиденттік жүйе қалыптасты. Назарбаев кезінде ол өзінің бір шарықтау шегіне жетті. Және Тоқаевтың қаңтардан кейін айтқан нәрсесі, біз енді суперпрезиденттік жүйеден жай президенттік жүйеге көшеміз. Бізге күшті парламент керек деген болатын. Бұл нәрсе көп адамдардың жалпы ойынан шыққан болатын. Және Қазақстанның алдағы бағыты демократиялық бағыт деген бір қоғамда түсінік қалыптасқан болатын. Енді жаңа конституция қабылданатын болса, бұл толығымен жоққа шығарып отырған нәрсе. Яғни Қазақстанда толығымен авторитарлық жүйе орнайды және президенттің билігі одан ары артады деген сөз. Өйткені барлық биліктің тармағы олардың басшылығын тағайындайтын президент. Мысалы үшін парламентті 2 рет ұсыныс беріп, парламент төрағасына оны да таратып тастауға бір құқық беріп қойды. Және бұндағы тағы бір парадоксальный нәрсе, ол президенттің билігі көпте, бірақ жауапкершілігі өте аз. Оған жаңа конституцияда президент өзінің өкілеттілігі кезінде жасаған әрекетіне әкімшілікте, қылмыстықта жауапкершілікке тартылмайды деп жазып қойған. Қарасаңыз, енді ойға сыймайтын нәрсе. Сонда, яғни президент барлық билік қолында, қандай шешім шығарғысы келсе өзі біледі, бірақ ертеңгі күні оған жауап бермейді. Ал жарайды, енді қазіргі президент ол ондай бір халықтың мүддесіне қарсы, айқын қарсы әрекетке бармайтын шығар, бірақ келесі президенттің қандай болатынын кім біледі. Неліктен біз одан кейінге болатын президенттер үшін біз осы ондай бір үлкен рискке баруымыз керек. Өйткені келесі президент мүмкін ол
ашық, басқа елдің мүддесін ойлайтын болмаса, өте бір радикал адам келетін болса қайтеміз. Яғни бұндай жағдайда біз өз қолымызбенен мемлекеттің бүкіл тағдырын, елдің бүкіл тағдырын бір адамның қолына жинап береміз де, сол адамның қандай болатынына тәуелді болып қаламыз деген сөз. Ал мен ондай елде тұрғым келмейді мысалы үшін. Сол ғой, қазіргі жазылып жатқан конституция билікке келесі келетін президенттің ыңғайына сай жазылып жатуы мүмкін бе? Иә, ол да бар шығар, бірақ енді келесі президенттің кім болатынын менің ойымша олардың өздері де білмейді. Яғни өздері әлі шешпеген, ол әлі алдағы уақыттың еншісінде. Бірақ дегенменен де бұлар осы қазіргі биліктегі топ, болмаса бірнеше адам, сол өздері білетін, өздері жақын сенетін біреу болатын шығар деген жоспардан туындаған сияқты. Қайткен күнде де біз өзіміздің адамымызды қоямыз деп ойлап отыр. Сондықтан да мүмкін бұл конституция сол адам үшін барынша бір жағдайды жасап беру шығар. Яғни неліктен қолда бар кезде мүмкіндікті пайдаланып қалмасқа деген бір артында бір ой жатқан шығар. Біздің билік қоғамның мұндай реакциясын күтпеген секілді, жалпы сіз басқаратын орталық халықтың саяси белсенділігін, қоғамның температурасын зерттей ме? Біз үнемі сауалнама жүргізу арқылы қоғамдағы саясатқа байланысты қызығушылықты зерттейміз, жалпы әртүрлі жаңағы саяси оқиғаларға қандай баға береді, үнемі бақылап отырамыз. Біздің қоғам жайында байқасаңыз, билік тарапынан мынандай риторика өте жиі айтылады. Қоғам енжар, оларға саясат қызық емес, сайлауға бармайды, оларға бәрібір деген. Өйткені авторитар билік үшін қоғамның сондай болғаны өте ыңғайлы. Бірақ шын мәнісінде ол ондай емес. Мынау осы конституциялық өзгерістерге туындаған реакциядан көріп отқанымыздай, қоғам өте белсенді. Оған енжар қарап отырған жоқ. Және енді сауалнамаға қарасақ, халықтың 35-40% тұрақты түрде саяси оқиғаларды бақылап отырады, күнделікті талқылайды. Бірақ Қазақстандағы проблема ол адамдардың саяси өмірге тікелей қатыспауы, яғни қатысу механизмдерінің жұмыс істеуі. Мысалы, біз осы былтырғы жылдың аяғында бір сауалнама жүргіздік жастардың арасында 18 бен 35 жас аралығында. Сонда жастардың тек қана 20% ғана сайлауға қатысу тәжірибесі бар екен. Яғни 10 адамның 10 жастың екеуі ғана сайлауға барған, қалған 8-і ешқашан сайлауға қатыспаған. Бұл ненің белгісі? Бұл осы сайлау институтына деген сенімсіздіктің белгісі. Яғни жастардың сайлауға бармауы ол Қазақстан үшін өте үлкен проблема. Ол саяси сауатсыздық емес дейсіз ғой? Ол мүлдем саяси сауатсыздық емес. Мен қазір қосымша университетте сабақ беремін. Сонда студенттерден сұраған кезде олардың айтатыны, біздің қатысқанымыздан ештеңе өзгермейді. Барлығын жоғары жақ өздері шешіп қойған, ал біз бұндай спектакльге қатысқымыз келмейді. Яғни сенімсіздік мәселесі. Жақсы. 2022 жылы конституцияға тек қана өзгерістер енгізу бойынша референдумға 15 миллиард теңге бөлінді деген ақпарат бар. Енді қазіргі елдің экономикалық ахуалын ескерсек, бұл жаңа конституцияға кететін шығын өзін-өзі ақтай ма? Бұл тек қана өзгерістер бойынша. Бұдан кейін барып парламенттің аты ауысса, қаншама құжат бар, қаншама жаңағы ілетін кабинеттердегі табличкалардың өзін алыңыз, олардың барлығы өте үлкен ақша. Барлығын бюджеттен, мемлекеттің халықтың қалтасынан төлейді деген сөз. Себебі біздің салығымыздан соған бәріне қаржы шығын кетеді. Халық шын мәнісінде егер де референдум ашық өтпесе, бұған дейінгі секілді, мысалы үшін мен өзім 22 жыл болған референдумде тәуелсіз бақылаушы орын істедім. Сонда ресімде қалғаны бір аға, енді 50-ді алқындап қалған бір аға кісі кіріп келді де, ағайын, енді бұл референдумнан кейін барып жағдайымыз жақсаратын шығар деп дауыстап сұрақ қойды жаңа комиссияға қарап. Комиссия күлді де, ол кісі бюллетенін алып кіріп кетті. Сол кісі қазір қандай ойда екен деп кейде есіме түсіп кетеді, мынау реформа жайында не ойлайды екен деп. Яғни адамдар үшін референдумның бір мән мағынасы болу керек. Қазіргі уақытта әлеуметтік желіде қарасаңыз, референдум жайында жазып жатқан, оның жаңағы қандай кереметтігін таратып жатқан адамдар ұтылған, олардың позициясы өте әлсіз. Өйткені бұл референдум не үшін керек, әлі күн ешкім дұрыстап түсіндіріп бере алмады. Сырттағы жауды айтты, өзгерген әлемді айтты, жаңағы
цифрлық өзгерістерді айтты, бірақ та ол деген не үшін керек деген сұраққа жауап емес. Нақты аргументтер жоқ дейсіз ғой. Иә, яғни шынайы қазіргі күнгі негізгі әлеуметтік экономикалық мәселелерді шеше алмаса бұл конституция, елде әділетті жүйенің орнауына бұл жол ашпаса, оның халық үшін ешқандай да маңызы жоқ. Ал маңызы жоқ нәрсеге адамдар әрине қатыспайды. Сәйкесінше оған кететін қаржын да бұл бір жай ғана әурешілік, жай ғана жаңағы құмға кеткен су секілді көреді да, бұл халықтың наразылығын одан бетер арттырады. Енді қазіргі науқанның қарқынына қарасақ, жаңа конституция бәрібір қабылданатын секілді. Дегенмен де оның ішіндегі кейбір халыққа ұнамай отырған баптары, тармақтары өзгеруі қайта қаралуы мүмкін бе? Билік қоғамдағы бүгінгі реакцияны бақылап, қадағалап отыр ғой міндетті түрде. Және де мүмкін осы талдай бір саралай келе бір косметикалық өзгерістер енгізу мүмкін. Міне біз жаңа қоғамның айтқанына құлақ астық деген секілді. Бірақ айтарлықтай қатты өзгерістерге бара қоймайтын сияқты. Енді жаңа конституцияны тек жаман, өн бой жарамсыз деп айтуға да келмес. Ішінде бір ұтымды тұстары бар ма? Болса қандай? Енді мен заңгер емеспін, сондықтан да бір бап түрінде баға беру өте қиын, қандай жаңа нақты баптарға байланысты. Бірақ мен естіген нәрсе ол конституцияның жаңа қазақ тіліндегі нұсқасының бір бірізділікке түсуі, терминдер тұрғысынан, жазылу тұрғысынан әрине бұл құптарлық нәрсе деп ойлаймын. Бірақ енді дәл сол үшін қайта жазу керек емес еді оны. Бұл конституция үшін қабылдану үшін бір әлсіз аргумент. Өйткені қазақшасы жақсы екен деген дәл сол үшін осындай өзгерістерді енгізу керек емес. Сондықтан да бұл да бір манипуляциялық аргумент менің ойымша, бірақ дегенменен де бұрынға қарағанда бір бірізділік шынымен де терминдер тұрғысынан, заң ғылымы тұрғысынан пайда болған болса, онда ол құптарлық нәрсе. Сұхбатыңыз үшін рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Жүз медианың ақ студиясында келесі кездескенше жүзіміз жарқын болсын.